Қазақтың бір туар ғажап ақыны Несіпбек Айтұлы қайтқандағы жазған жаназа жырыңыз бар екен. Осы Несағаң бастаған ағаларыңыз туралы бір-екі ауыз естелік ыстық әңгіме айтып берсеңіз. Енді Несағаңның орны бір бөлек қой. Ол енді Несағаң көзі тірісінде көп адам мойындаған, көпке танымалы болған. Кейбір адамдар мойындағысы келмеген, енді пенделігі болып. Бірақ Несіпбек жазарын жазып, айтарын айтып үлгерген ұлы тұлға. Жаңағы Несіпбектің орны қазақтың маңдайына біткен, ақындардың маңдайына біткен, сондай бір мықты адамдардың, алып тұлғалардың ең алдыңғы қатарынан орын алады. Сондықтан ол Несіпбек көз тірісінде бізбенен аға болды, дос болды, ұстаз болды. Кейбір мәселен арнайы мектеп оқытпаса да, соның Несіпбектің қасында жүріп, өлең туғанда, Несіпбектің қасында жүріп, жаңағындай ол кісінің айтып отырған әңгімелеріне қарап, көп нәрсе үйрендік біз. Өлеңнің кейбір қиын шешілмейтін түйіндерінен сұрақ сұраймыз. Сол кезде ол былай болады, ол былай болады деп бізге ұстаздық етті. Сол Несіпбек қатарлы көптеген адамдармен араласамыз. Секен Тұрысбек, бенен доспыз ағамыз, Нұрлан Өнербаев бар, Жұртбаев Тұрсын бар. Көптеген осы секілді қазақтың әзірге маңдайына сыйып тұрған тұлғалары көп. Бірақ оның барлығы бір күні Секен келе жатып сұрайды: "Құлқынау, менің қадірімді халық қашан біледі?" дейді. Сол кезде мен өлген күні біледі десем, жаман айтасың дейді. Сол секілді адамдарды біз көз тірісінде қадірлей алмаймыз. Жоғалтып алғаннан кейін барып іздейміз, жоқтаймыз, жылаймыз. Сондықтан сол мен күйімнің келгенше сол кісілермен бірге жүрген күндерім, сол кісілермен бірге өткізген уақыттарымның барлығы алтын. Көбінде менің ой санама, осыншылық жаңағы шығармашылық жазуға сол кісілердің көптеген жақсы істері жетекшілік болған болуы мүмкін. Сондықтан сол кісілерді қалам арқылы түртіп отырамыз.